Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тура және тура емес теңдіктер. Бүгінгі сабақта сендер тура және тура емес теңдіктер туралы білім аласың. Тура теңдікті тура емес теңдіктен ажырата білетін боласыңдар. Алдымен тура және тура емес теңдіктер деген сөздің мағынасын біліп алайық. Тура және тура емес дегеніміз бір сөзбен басқаша айтқан кезде дұрыс немесе дұрыс емес деген мағынаны білдіреді. Ал теңдіктерді туралы қазір алдыңғы сабақтарда айтқанымызды есімізге түсіріп кетейік. Алдымен біз балалар сендермен математикалық салыстыру таңбаларын есімізге түсірейік. Қазір сендердің көріп отырсыңдар, салыстыру таңбалары артық, кем, тең таңбаларын білетін болғанбыз бұрыннан. Енді мына суретке қарасаңдар, алмұрттар мен алма. 4 алмұрт, 4 алма бар. Енді екеусі де тең болғандықтан, бұл жемістерді 4-те 4 болғандықтан бұл теңдікке жатады. Арасына тең белгісі қойылады. Теңдік болса тең белгісі қойылады дедік. Ал енді мына суретте күшіктер мен мысықтарды көріп отырсыңдар. 4 күшік, 3 мысық бар екен. Бұлардың арасына салыстыру таңбасын қойып отыр. Артық немесе кем таңбалары қойылып тұрғандықтан бұларды теңсіздіктер деп атайды. Немесе бүгінгі өтейік отырған тура емес теңдіктер деп айтсақ та болады. Енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Тағы да естеріңе салып өткім келеді. Міне, егерде сандардың арасына тең белгісі қойылса, оны теңдік дейді екен. Ал енді жаңағы сандардың арасына тең белгісі қойылып, оның үстінен сызып тастаса, оны теңсіздік дейді екен. Сонда осыған қарап отырып, біз бүгінгі өтейік деп отырған тақырыбымыз тура және тура емес теңсіздік деген сөз. Осыған қарап білсек те болады. Енді оқулықпен жұмыс. Сендер бүгін тура және тура емес теңдіктер бір-бірінен ажырата білетін боласыңдар. Өрнектелі салыстыру нәтижесін теңдік түрінде жазуға болады екен. Тура және тура емес теңдіктер болады. Мысалы, 5 алу 3 тең 4 алу 2. Бұл тура теңдік дейді. Енді осыны мұқият жақсылап тыңдап алайық. 5-тен 3 алатын болсақ, 2 қалады. 4-тен 2 алатын болсақ та 2 қалады. Сонда біз осы өрнектерді салыстыратын болсақ, бұл тура теңдікке жатады. Өйткені өрнектердің мәндерінде бірдей сан шығады, 2 деген сан шығып тұр. Ал енді астындағы өрнектерге қараймыз. 6 қосылған 4 тең 2 қосу 7. Бұл тура емес теңдік дейді. Неге? Енді мәнін тауып берейік. 6-ға 4 қоссақ 10 болады, 2-ге 7 қоссақ 9 болады. 10 мен 9 тең емес. Сондықтан да бұл тура емес теңдік, дұрыс емес теңдік деген мағынаны да білдіреді. Енді кітаптарыңда оқулықпен жұмыс жасап, кітаптарыңда мынандай тапсырма бар екен. Саябақта әр топта неше бала бар? Санды өрнектерді салыстыр. Тура және тура емес теңдіктерді ата. Сендерге кітапта 3 тапсырма берілген. А, Ә, Б тапсырмалары. А тапсырмасына қараймыз. Суретте велосипед теуіп жүрген балаларды көріп отырсыңдар, және самокат теуіп жүрген балаларды көріп отырсыңдар. Енді велосипед теуіп жүрген балалардың саны 5, самокат теуіп жүрген балалардың саны 7. Енді осы жерде осы балаларға қарап өрнектер құрастырған, сол өрнектерді біз салыстырып барып, оның тура және тура емес екендігін, теңдік екенін табуымыз керек. Енді 1 қосу 4 деп тұр балалар. 1 дегеніміз ана велосипедті мінбей тұрған баланы айтып тұр, ең алдында тұрған. Ал 4 деген ол артында 4 бала велосипед теуіп бара жатыр, соларды білдіреді. Сонда 1 қосу 4 деп оларға сондай өрнек жазған екен. Ал енді мына жақта самокат теуіп тұрған балаларымыз 3 қосу 4 деп тұр.
3 деген нені білдіріп тұр мұнда? Самокат теппей тұрған балалардың саны 3, ал 4 арт жақта самокатты теуіп келе жатыр. Міне оларға байланысты 3 қосу 4 деген өрнегін жазған екен. Енді осы тура теңдік пе, жоқ тура емес теңдік пе, қазір енді табайық. 1-ге 4-ті қоссақ 5, 3-ге 4-ті қоссақ 7. Ендеше 5 пен 7 тең емес. Сондықтан бұл тура емес теңдікке жатады екен. Міне балалар, бұл тура емес теңдік. Келесі енді суретіне қараймыз. Суретінде тағы да велосипед пен самокат теуіп жатқан балалар. Бірінші велосипед теуіп жатқан суретке қараймыз. Велосипед теуіп жүрген балаларға бұл жерде барлығы 5 бала екен. 2 велосипед теуіп кетіп қалды. 3 орындарында тұр. Оны сонда не деп жазды балалар? 5 баланың 2 теуіп кетсе, 5 алу 2 деп жазды. Ал самокат теуіп жүрген балалар 7. Оның 3 теуіп кетіп қалды басқа жаққа. Қалғаны орындарында тұр. Оны не деп жазды? 7 алу 3. 7 деген барлық баланың саны, 3 деген 3 теуіп кетті дегендегі мағынаны білдіреді. Сонда осыларды қазір осы өрнектерді салыстырамыз. Бұл тура теңдік пе, тура емес теңдік пе? Соны білетін боламыз. Сонымен 5-тен 2-ні алатын болсақ 3 қалады. 7-ден 3 алсақ 4 болады. 3 пен 4 тең емес. Сондықтан бұл тура емес теңдік, яғни дұрыс емес деген сөз. Келесі Б суретіне қараймыз. Б суретінде тағы да велосипед пен самокат теуіп жүрген балалар. Велосипед тепкен балалардың саны 5, оның 3 велосипед теуіп кетіп қалды. 2 қалды. Ал самокат теуіп жүрген балалар тағы да 7, олардың 5 теуіп кетті де 2 қарап тұр екен. Енді осы санды өрнектердің мәнін тауып аламыз да, ол тура теңдік пе, жоқ тура емес теңдік пе, соны табамыз енді. Мына жерге қарайық енді 5-тен 3 алсақ 2, 7-ден 5 алсақ 2, 2-де 2, ендеше бұлар тең. Бұл тура теңдік екен балалар. Жақсы, енді арғарай оқулықпен жұмыс жасаймыз. Бұлай дейді: шығарып көр, балалардың жұмыстарын тексер. Сен неше тура емес теңдікті таптың, қателерін түзе. Алдымен жасыл киімді баланың киім теңдіктеріне жұмысына қара. Қай жері дұрыс, қай жері бұрыс. Тура емес теңдіктерді тауып, сен қатесін түзесің. Келесі мына қыздың жұмысына қарап, тура емес теңдікті тап. Одан кейін мына қыздың суретіне қарап, тура емес теңдіктерді тауып, дәптеріңе шығарып көрсең болады балалар. Ол бүгінгі өтіп отырған тура және тура емес теңдікке байланысты сен дұрыс емесін тауып, оны түзейсің. Келесі енді мына суретке қараймыз. Орындап көр. Сары түсті жолдың ұзындығын табу үшін санды өрнек құрастырамыз. Көк түсті жолдың ұзындығын табу үшін тағы да санды өрнек құрастырамыз. Жолдардың ұзындығын салыстырып, не шықты? Теңдік пе, әлде теңсіздік пе? Яғни тура теңдік шығара ма, жоқ тура емес теңдік шығара ма? Қараймыз. Енді сары түсті жолға қараңдар, одан кейін көк түсті жолға қараңдар. Енді мұқият қарап отырсаңдар, сары түсті және көк түсті жолдар кәдімгі біздің геометриялық фигураларға ұқсайды екен. Сары түсті жолдар қандай геометриялық фигураға ұқсайды? Мұқият қараймыз. Әрине шаршыға ұқсайды. Ал көк түсті жолымыз үш бұрышқа ұқсайды екен. Сары түсті жолдың ұзындықтары екі жолдың ғана ұзындығы берілген, қалған екеусінікі жоқ. Қалған екеусінікінде қалай білеміз? Ол үшін біз шаршының қасиетін есімізге түсіруіміз керек. Шаршының қасиеті бойынша шаршының барлық қабырғалары тең. Ендеше бірінші жол 20 дециметр, екінші жол 20 дециметр, ендеше қалған екеуі де 20 дециметрден болады екен. Ал енді көк жолдың ұзындықтары бәрі белгілі болып тұр.
үшеуі де 30 дециметрден екен. Енді біз осыған байланысты өрнек құрастырамыз. Енді мына жерге назар аударыңдар. Сары түстің жолдың ұзындығы 20 дециметр, қосылған 20 дециметр, қосылған 20 дециметр, қосылған 20 дециметр. Өйткені шаршының 4 қабырғасы бар, шаршының барлық қабырғалары тең дедік, ендеше оның барлық қабырғалары да 20 дециметрге тең. Көк түсті жолдың ұзындығы ол 3 бұрыш 30 дециметр, қосылған 30 дециметр, қосылған 30 дециметр. Міне өрнек құрастырдық. Енді осыны салыстырып көреміз. Өрнек құрастырдық, есептейміз. 20-ға 20, оған 20, оған 20 қоссақ, қанша болады екен? 80 болады. Ал 3 30-ды қоссақ, яғни 30 қосу 30, қосу 30, ол 90 болады екен. 80 мен 90-ды салыстырсақ, әрине 90 үлкен. Ендеше бұл тура емес теңдік. Балалар, жақсы. Келесі тапсырмам. Ойлан, есептемей-ақ салыстыр. Берілген санды өрнектерді қандай тәсілмен салыстыруға болады? Енді осы жерге мұқият қарап отырсаң, бұны есептемей-ақ салыстыруға болады екен. Қалай есептемей салыстыруға болады? Ол үшін сен сандарға мұқият қарашы. Мұқият қарасаң, қай жағы үлкен, қай жағы кіші екенін білесің, содан ақ білесің. Сен бұл тура теңдік пе, тура емес теңдік пе? Ойланып өзің осыны шығарып көрсең де болады. Жақсы. Енді бүгін сонымен балалар біз сендермен тура және тура емес теңдіктермен таныстық. Сонымен өрнектің екі жағы тең болмаса, өрнектің мәнін тауып аламыз дедік қой. Мәндері тең болмаса, ол тура емес теңдік болады екен. Ал өрнектердің мәні тең болса, арасына теңдік белгісі қойылса, ол тура теңдік болады екен. Бүгінгі сабағымыз осы болды балалар. Сендер үйден мына тапсырманы орындайсыңдар, жұмыс дәптеріндегі 27-28 беттерді орындайсыңдар. Жақсы, сау болыңдар.